Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Тайыр Нұрпейісов, Тестми каналы. Және бүгін біз тригонометрияға байланысты есеп шығарамыз. Есептің берілгені косинус т алынған пи бөлінген 4 тең болады түбірас 3 бөлінген 2. Осындай түрдегі есепті қалай шығарамыз? Яғни алдымен осы т алынған пи 4 қандайды бір альфа дейік. Сонда косинус альфа тең болады түбірасты 3 бөлінген 2. Егер сіз таблицаны жатасаңыз, одан білесіз косинус альфа тең болады түбірасты 3 бөлінген 2. Яғни бізде альфа тең болады плюс-минус пи бөлінген 6. Және косинус функцияның периоды 2π n. n тиісті z. Осы түрдегі жазуды мен алдыңғы сабақта көрсеткем. Яғни енді альфаның орнына осы т алынған пи бөлінген 4 жазайық. Т алынған пи бөлінген 4 тең болады плюс-минус пи бөлінген 6 қосу 2π n. n тиісті z. Яғни бізде т тең болады плюс-минус пи бөлінген 6 плюс пи бөлінген 4 қосылған 2π n. n тиісті z. Неге біз осы плюс-минус пи бөлінген 6 қосу пи бөлінген 4-ті бір сан деп жазбаймыз? Өйткені бізде осы сан пи бөлінген 6 немесе минус пи бөлінген 6 болуы мүмкін. Яғни менде мынандай түрде болса жазу пи бөлінген 6 қосу пи бөлінген 4 қосу 2π n. n тиісті z. Онда мен осы ортақ бөлімін тауып 6-ны 2π қосылған 3π қосу 2π n деп жазушы едім. Яғни мынаяқта 5π бөлінген 6 болады. Бірақта менде тағы да екінші мән бар. Минус пи бөлінген 6 қосу пи бөлінген 4 плюс 2π n. n тиісті z. Яғни мынадан ортақ бөлім алсам, онда мынаяқта пи бөлінген 12 болушы еді. Яғни мынаусам бізде ауыспалы болады, плюс немесе минус. Сондықтан да біз плюс пи бөлінген 4-ті осындай түрде қалдырамыз. Және алдыңғы сабақта мен осы период туралы түсіндіргем. Сіздің жауабыңызда мысалы т тең болады плюс-минус пи бөлінген 6 плюс пи бөлінген 4 қосылған 2π k болуы мүмкін. Себебі кейбір кітаптарда немесе кейбір мұғалімдер осындай түрде жазады периодты. Дегенмен бізде ең маңыздысы осы k тиісті z және n-ның тиісті z екенің. Z дегеніміз ол бүтін сандар мүшесі, бүтін сандар жиыны, кешіріңіз. Сол себепті n мен k бізде осы сандар жиынына тиісті болады. Яғни осындай түрдегі жауаптар бізде дұрыс болады. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов, Тестми каналы. Көп рахмет сізге.